шомылу маусымы басталып, су жағасына жиналғандардың саны артуда. Алайда Тараз қаласында бассейннен бөлек өзен көлдерде шомылуға ешқандай рұқсат жоқ. Біз қазір Талас өзенінің жағасында тұрсақ та, судың ағысы кәдімгідей қатты. Жалпы демалушылар үшін ең қауіпті аймақ біз тұрған Талас өзені тектұрмас көпірінің маңы, қант зауытының тұсы. Бірақ қауіпсіздікті ескеріп жатқан ешкім жоқ. Оған себеп қауіпсіздік тақтайшалары қойылмаған. Бүгін қала әкімі Бақытжан Орынбеков осыған жауапты мамандарды сынға алды. Жаңа қауіпті аймақтарда тақтайшалардың тыйым салынатын, шомылуға тыйым салынатын тақтайшалардың осы күнге дейін орнатылмауы. Сіз жаңа баяндамада айтып кеттіңіз, тек қана 5 ғана тақтайша орнатылған. Енді бұл жұмыстардың барын жыл басынан бастап осы уақытқа дейін біз бітіруіміз керек еді. Не кедергі болып отыр сіздерге? Суға шомылу маусымына дейін күтіп отырған ғой жасабай бізде енді. Ол жұмыстар біз Жасыл ел Тараз мекемесіне тапсырған болатынбыз. Бүгін енді 2 күннің ішінде барлығын қойып шығамыз деп міндеттеніп отырмыз. Осыған жауапты мамандардың тәртіптік жазаға тартылу керек. Осы 2 күннің ішінде толық ол тақтайшалар іліну керек. Айта кетейік, тыйым салынған жерде суға түскен үшін әкімшілік жауапқа тартылады. Сондай-ақ айыппұл да төлеуге мәжбүр. Бүгінгі таңда 412 бап бойынша 2 адамға айыппұл салынды. Және бір адамына 412-ден бөлек 440 бап бойынша, яғни су айдындарында алкогольді сусын қолданып, мас күйінде суға түскен үшін, және 364 бап бойынша 12 адамға ескерту берілді. Елімізде соңғы 3 жылда 1000-нан астам адам суда қаза болған, оның 1103-і ересек, ал 321-і бала. Айта кетейік, Таразда соңғы жылда қайғылы оқиға тіркелмеген.